Шымкентте жер 2025 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығуы басталды. Оқу-жаттығу төтенше жағдайлар вице-министрі генерал-майор Рамиль Камаловтың басшылығымен өткізілуде. 2 күн ішінде жаттығуға қатысушылар төтенше жағдайлар кезіндегі жедел қызметтердің өзара іс-қимылы мен үйлестірудің тәжірибелік дағдыларын пысықтайды. Оқу-жаттығудың бірінші кезеңінде азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің күштері мен құралдары, сондай-ақ төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері толық дайындыққа келтірілді. Жер 2025 оқу-жаттығуының мақсаты зілзала жағдайында әрекет ету жүйесін жетілдіру және әрекет етуге дайындықты арттыру. Біз Шымкент қаласы сейсмикалық қауіпті аймаққа жатамыз. Бұл жерде жер сілкінісінен кейін вторичный факторлар болады. Сондықтан осы барлық жоюға арналған жабдықтармен және де бірінші авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу, халықты құтқару, аман қалған халықты қауіпсіз аймаққа шығару, бізде нүктелер бәрі белгіленген. Бүгін ұйымдастырылған көрмеде төтенше жағдайлар қызметінде қолдануға маңызды құрал жабдықтарда арнайы таныстырылды. Соның бірі ұшқышсыз ұшу аппараты. Қытайда құрастырылған құрылғы 25 келіге дейін көтере алады. Ол 25 килограмм грузда жаңа медикаменттер болсын, тағы да басқа керекті жабдықтарды біз сояққа жеткізе аламыз. Екіншіден, ол мынандай қазір пожаротушенияға бомбочкалар бар. Соларды лақтыра алады. Тағы да многоэтажный зданияға дронмен көтеріліп, сол жерден дронмен уже өртті сөндіруге мүмкіндік береді. Бүгінгі шарада республикалық және қалалық жедел штабтар, сондай-ақ зардап шеккен халықты уақытша орналастыруға арналған жалпы сыйымдылығы 4200 адамға дейінгі жететін шатырлы қалашық құрылды. Ал ертеңгі шарада оқу-жаттығудың практикалық бөлігі жалғасады.